Атырауда өзбек саудагерлерді бопсалады деген күдікке іліккен адвокат Асан Есбосынов пен оның 5 сыбайласына қатысты сот үкімі шықты. Сотталғандардың біреуі полиция қызметкері. Бұларға қылмыстық кодекстің адамдар тобының алдын ала сөз байласуымен бірнеше рет жасалған бопсалау бабы бойынша айып тағылған еді. Сот үкімімен сотталушылар жоғарыда көрсетілген баптар бойынша кінәлі деп танылып, әрқайсысына 3 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығынан шектеу жазасы тағайындалып, оларға пробациялық бақылау белгіленді. Тергеу материалдарына сәйкес сотталушылар Өзбекстаннан нәпақа табамыз деп келген сатушылардың тауарларының қауіпсіздік сертификаттары мен чегі, қолма-қолсыз ақша төлеу терминалдарының бар жоғын ұялы телефондарына түсіріп, қоқанлыққа көрсеткен. Кейін олар әкімшілік жауапкершілікке тартылса да, адвокат пен сыбайластары тынышталмапты. Өзбек ағайындарды елден шығарып жібереміз деп тағы қорқытып, ақша талап еткен. Ал полиция қызметкері өзінің қызметін асыра пайдаланып, саудагерлердің біріне ауыр дене жарақатын салған. Динара Жоламанқызы, Арзу Қараш, Айбек Жаңай, Каспия Ньюс.